Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Рангаредди. Аполло ауруханасында Jubilee Hills, Хайдарабадта жұмыс істейтін интервенциялы кардиологпын. Төмен қан қысымы. Төмен қан қысымын әдетте біз жас әйелдерде жиі көреміз. Олардың бастапқы қан қысымы төмен болады. Яғни систолалық қан қысымы шамамен 90-100 болады. Сондықтан оларда бас айналу немесе қан қысымының қалыптан ауытқуы болуы мүмкін. Бұл бас айналуға себеп болады, және біз оны мүмкіндігінше ерте анықтауымыз керек. Егер төмен қан қысымына байланысты қандай да бір белгілер болмаса, яғни біз оны симптомсыз төмен қан қысымы деп атаймыз, онда ешқандай мәселе болмайды. Бірақ біз физиологиялық тұрғыдан қан қысымымызды реттеу үшін тұзды көбірек тұтыну, сұйықтықты көбірек ішу, сондай-ақ ұзақ қашықтыққа жүргенде немесе сапарға шыққанда шұлық кию немесе аяқ киім кию арқылы қан қысымын қалыпты деңгейде ұстап тұруымыз керек. Кейбір аурулар бар. Олар симпатикалық жүйенің белсенділігін төмендетіп, қан қысымының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан оны анықтау қажет, және кейбір дәрі-дәрмектер бар. Солардың көмегімен біз бастапқы қан қысымын көтеріп, оны қалыпты деңгейде ұстап, ешқандай белгілердің пайда болуына жол бермейміз. Сондықтан қан қысымыңызды үнемі өлшеп тұрыңыз. Егер сізде қан қысымы үнемі төмен болса, осы шараларды орындаңыз. Мысалы, қосымша тұз қабылдау және аяқтағы қан көлемін арттыру үшін шұлық кию арқылы белгілерсіз өмір сүруге тырысыңыз. Рахмет.